нүктені сан өсінде жылжытып 30%-ды ондық бөлшек түрінде жазыңыз дейді. Жалпы кез келген пайызды ондық бөлшек түрінде жазу үшін біз оны 100-ге бөлеміз, яғни 30% бөлінген 100 болады. 30%-ды біз 100-ге бөлетін болсақ, оны біз қысқартамыз. 0 мен 0 қысқартып жібереміз, екеуі оңға қысқарып кетті. Сонда бізде 10-нан 3 болады. Бұл 10-нан 3 дегеніміз 0,3. 0,10-нан 3 болады. Олай болса біз қызыл нүктені жылжытып, бұлай біз осы жерге әкелу керекпіз. Мына жерде жылжытатын болсақ, мынау бізде міне 0,2, 0,10-нан 3 болады. Міне 30% сәйкесінше ол 0,10-нан 3 деген ондық бөлшек түрінде болады. Тексере басамыз, міне дұрыс. Жаңа есеп басамыз. 0,11% бізде беріп тұр. Ол сәйкесінше 100-ден 11 екеуі қысқармайды ғой. Ол просто 11 болады. Міне де жылжытамыз, міне 10, міне 11%. 0,10-нан 1 ондық бөлшек түрінде болады. Тексереміз, міне дұрыс. Жаңа есеп басамыз. 73%. Ол 100-ге бөлеміз, астында 100-бен қысқармайды. Сәйкесінше міне бізде 73, 0,173 болады. Ондық бөлшек түрінде болады. Ондық бөлшек түрінде. Тексереміз, міне дұрыс дейді. Жаңа есеп басамыз. 74, бұл жаңа 70-тен сәл жоғары болады. 70-74. Міне. Тексере басамыз, міне дұрыс дейді. 93% сәйкесінше міне жылжытамыз. 90-93%. Тексереміз, міне дұрыс. 80%-ды 100-ге бөлген кезде екеуін қысқартып жібереміз, 80-ді 100-ге қысқартсақ, екеуі қысқарады. 0 мен 0 10-нан 8 болады. 10-нан 8 деген сәйкесінше 0,10-нан 8 болады. Енді мына біз қызыл нүктені жылжытамыз. Жылжытсақ, ол бізде 0,10-нан 8 болады. Тексереміз, міне дұрыс. Міне осылай есептерді шекті жасай беруге болады.